Сәлем достар, микрофонда Есенбек Құрбан. Кезек сабақ жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта біз сіздермен светодиод немесе жарық диодмен танысатын боламыз. Алдыңғы сабақта айтқанымыздай, егер жаңа жоба бастайтын болсақ, Arduino'да міндетті түрде бредборд пен Arduino'ның кем дегенде минусын байланыстыру керек. Мүмкін болса минусын минусқа, плюсын плюске байланыстырып алған жақсы. Бүгінгі сабақ жарық диоды жайында болады. Жарық диодмен жақынырақ танысайық. Бұл жерде айтылатын теория бар және практикалар бар. Біліңіздер, егер қолыңызда Arduino'ның наборы бар болатын болса, онда сіздің қолыңызға берілген диод ол стандартты диод. Яғни бірден айта салайық, ол жерде 3 вольт немесе 2 вольтпен жанатын диод. Барлығы ол жерде 5 түс болуы мүмкін: сары, жасыл, көк, қызыл, ақ. Барлығы 20 миллиампер токпен жанады. 20 миллиампер токпен. Миллиамперді амперге айналдыратын болсақ, 0,002 ампер болады. Яғни өте аз токпен жанады. Токпен жанады. Кернеу деп жатқан жоқпыз. Электроника негіздерінде ең бірінші Ом заңымен таныстырып бастайды. Біз Ом заңын қазір айта алмаймыз, себебі әртүрлі возрасттағы адамдар көруі мүмкін, өте жас балдар көруі мүмкін, немесе үлкен адамдар көруі мүмкін. Ом заңы мектепте физиканың 8-ші сыныбынан басталынады. Егер сіз 8-ші сыныптан жоғары болатын болсаңыз, онда сіз білесіз Ом заңының не екенін. Одан төмен болатын болсаңыз, оны білмеуіңіз мүмкін. Сол үшін де біз қысқаша бір бөліммен тоқтаймыз. Светодиод екі аяғы болады, біреу ұзын, біреу қысқа. Қысқа аяғы минус, немесе оны катод дейді, минус, яғни ГНД деген сөз. Ұзын аяғы анод, немесе плюс, немесе пинға барады. Arduino'ның 0-ден 13-ке дейінгі кез келген пинына барады. Бірақ бізде де осы светодиодтар 3 вольтпен жанады, 20 миллиампермен. Ал бізде Arduino'да кез келген порттар 5 вольт шығарады. Енді осы жерде кішкене математикаға салайық. Художник емеспіз, бірақ қолдан келгенше сызып көреміз. Мынау бізде светодиод, яғни мына светодиод. Қысқа аяғы бізде минус, ұзын аяғы бізде плюс деп айтқан болатынбыз. Біздің жағдайдағы светодиод 3 вольтпен жанады, бірақ Arduino бізде 10-шы болсын, 9-шы болсын, кез келгені 5 вольт шығарады. Және барлық светодиод, электроник Arduino'да келетін барлық светодиод, біліңіздер, 20 миллиампермен жанады. Миллиампермен. Амперге айналдыратын болсақ, 0,02 амперге тең. Осыны жақсылап есте сақтап алыңыздар. 5 түрлі түс болуы мүмкін, оның барлығы 3 вольтпен жанады. Кейбіреу 2 вольт, кейбіреу 3 вольтпен жануы мүмкін, бірақ ешқайсысы 5 вольтпен жанбайды. Барлығы 20 миллиампер токпен жанады. Окей, есте сақтап алдық па? Енді мынандай бір жағдай бар. Arduino өзінен 5 вольт шығарады. Arduino өзінен 5 вольт шығарады. Бізде 5 вольттан шыққан ток 3 вольтқа түсу керек. Ондай жағдайда бізде кедергі қоямыз. Светодиодпен бірге бізде резистор деген. Егер сіз осы уақытқа дейін электроника қызығып Arduino жайында орысша видеолар көрген болсаңыздар, әркім әртүрлі резистор қояды. Олай қоятын өзінің де бір ережелері бар. Сеніңкі дұрыс емес деп оларға айта алмайсыз. Себебі бәрі бір расчетқа алып жасаған, иә? Біз де соны расчетқа аламыз. Біз R деген ол кедергі деген сөз. Ом заңында формула бар, U бөлінген I деп аталынады. Бізде Arduino'дан келетін ток 5 вольт. Ал бізге керегі қанша? 3 вольт. 3 вольт керек. 2 вольт керек, 3 вольты лишний. Оны бөлеміз токқа. Ток бізде 0,02 ампер. Яғни, сонда қанша қалады? 2 бөлінген 0,02. Ол болады бізде 100 ом. Яғни, біз кедергі ретінде 100 ом қоятын болса, біздің светодиод күймейді. Енді былай қыламыз. Әлі де болса, бірінші сабақтағы сияқты минусты минусқа, катод деген минус деп айттық, плюсті 13-ке жалғаймыз.
сөйтеміз де начать моделирование дейміз де көреміз. Бізде ескерту беріп жатыр, ол деген сөз светодиод күйеді дегенді білдіреді. Мінекей 20 миллиампермен жанады деген белгі пайда болды. Ол деген сөз кедергі қой деген білдіреді. Енді кедергі әр қашанда плюс аяғына қоямыз, кейбіреулер минус аяғына қойып жатады. Сол үшін де біз светодиодты бредбордқа орналастырамыз. Бірден катод, яғни минусын минусқа байланыстырып аламыз. Сөйтеміз де оны қара түске бояймыз, черный. Енді резисторды әкелемізді плюс аяғына қоямыз. Сонда мынадан шыққан тоқ мына жаққа түседі. Осы жердің кез келгенін аламыз да біз 13-ке жалғаймыз. 13-ке. Сөйтеміз оны кез келген бір түске бояймыз. Мысалға оранжевый. Үстіне екі рет басу арқылы қалағандай қойып шығамыз. Мінекей, бізде жарық диоды бар, яғни мынадан шыққан тоқ резистор арқылы плюске барады, одан шығып минусқа барады, ардуиноның минусымен светодиод жанады. Бірақ осы жерде біз жаңа айтқан болатынбыз, 100 ом резистор қоюымыз керек. Себебі біздің расчет бойынша минимум ол 100 ом шыққан. Міне үстінен бір рет басамыз да, қазір бізде 1 килоом дегенді көрсетіп тұр. Кило деген оның 3 дәрежесі. 100 деп жазамыз. Сөйтемізді начать моделирование дейміз. Бізге светодиодта ешқандай ескерту жоқ. Енді осы 100-ді аламыз да, мысалға 10 деп көрейік. Сөйтемізді начать моделирование дейміз. Бұл бізге тағы да ескертеді, что светодиод шын өмірде болғанда, ол сіздің қолыңызда, ол күйетін еді. Бұл электронды болғандықтан, онлайн болғандықтан бұл жерде күйі жоқ, бұл жерде ескерту бар. Сол үшін біз 100-ді береміз. Яғни 100-ді беретін болса, біз светодиодтың толық түсін аламыз. Толық түсін. Көп жағдайда, егер қолыңызда набор болатын болса, бізде осы тоқты 2 есе қысқартады, көп жағдайда 220 ом деген кедергіні қояды. Бұл стандарт, көп жерде 220 ом қояды, чтобы светодиод долгосрочно жұмыс жасау үшін. Начать моделирование дейтін болсақ, светодиод жанады әрине, бірақ яркость 2 есе аз болады. Себебі біз 100-дің орнына қазір 220 қойдық. 100 болғанда ол толық жанатын еді, 200 қойдық, ол жартылай жанды. Түсіндіре алдық деп ойлаймыз. Бұл жерде енді возрастқа байланысты әркім әртүрлі түсінеді. Егер жасыңыз үлкен болса, бірден түсініңіз, жасыңыз төмен болатын болса, онда 220 ом дегенді қоя беріңіз, чтобы сіздің светодиодыңыз күймеу үшін. Осымен светодиод жайында әңгіме аяқталды. Себебі біз білдік, плюс деген анод, минус деген катод, минусы минусқа барады. Мұқият болыңыздар, минусы минусқа. Мұна плюс әзірше біз қолдан жатқан жоқпыз, бұны өшіре салсақ болады. Ал плюсы через резистор арқылы 13-ке барды. Енді осыны қазір 12-ке қойып көреміз. Начать моделирование дейтін болсақ, жанбайды. Себебі изначально программа бізде 13-ке жазылған. Бүгін біз сол 13 деген программаны ауыстыратын боламыз. Енді осы 12-де тұра берсін, біз мультиметр деген құрылғы бар, сол арқылы қазір 13-ке келіп тұрған тоқты есептейміз. Астына түсе беретін болсақ, мультиметр деген бар. Бізге вольты керек. Біз жаңа айтқан болатынбыз, Arduino өзінен 5 вольт шығарады дедік, сол 5 вольтты тексереміз. Отрицанияны минусқа береміз, положительныйды 13-ке береміз да, начать моделирование дейміз. Қазір тексереміз. Бізде Arduino'да 4-7 вольт бар, 0. 4-7 вольт бар, 0. 4-7 болған кезде тоқ келеді, 0 болған кезде келмейді. Яғни таза 5 вольтқа жетпей тұр. Себебі біздің негізгі сырттан келетін тоғымыз ол 5 вольтқа жетпей тұр. Яғни біз білдік, что Arduino'да цифровой пиндар 5 вольтқа дейінгі тоқты шығара алады. Окей. Енді жаңағы резисторды да осыған салып көреміз. Ұстап әкеп қоямыз да. Удалить. Резисторды әкелеміз, айналдырамыз. Қоямыз. R дейтін бөлімді таңдаймыз. Начать моделирование. Резистор. Мінеке 220 ом дегенді көрсетіп тұр, сопротивление.
Мына жаққа біз қанша беретін болсақ, мультиметрге салып көретін болсақ, бізге ол соншаны көрсетіп тұр. Яғни осылайда егер экранда көрсетілген мультиметр қолыңызда бар болатын болса, щупты резистор бөліміне қойып, осылай қолыңызда тұрған резистордың номиналын біле беруге болады. Әрине мультиметрге қатты мән бермей қойыңыздар, біз бар болғаны 13-ші портқа вольт келген кезде резистор арқылы оның жанатынын дәлелдеп көрсеткіміз келді. Бар болғаны сол. Орнына қайтарамыз. 220 деп жазамыз. Енді программаны қалай жазамыз? Яғни өзіміздің қалаған уақытымызға қалай қоямыз? Ол үшін біз код дейтін бөлімді таңдаймыз. Блок деген бөлім бар, блок с текстом деген бар, және текст деген бөлім бар. Блок деген ол 5-6 класстың балдарына, блок с текстом да соған жақын, ал профессионалды жазу ол текст бөлімінде болады. Продолж батырмасын басатын болсақ, мінекей барлық қызық осында жасырылған. 13 деген бізде міне 13 жазылып тұр. Біз оны өзгертеміз 12-ге. 12 height, 12 low. Бұның барлығымен алдағы уақытта танысамыз. Енді начать моделирование дейтін болсақ, бізде светодиод жанады. Себебі бізде программада 12-ші портқа тоқ барсын, бармасын деген команда орындады. Міне 1 секунд жанады, 1 секунд өшеді, 1 секунд жанады, 1 секунд өшеді. Тағы да тоқтың келіп тұрған, келмей тұрған тексеру үшін біз аламыз да мультиметрге бір аяғын 12-ге, бір аяғын кез келген минусқа қоямыз. Минусқа минусты, плюске плюсті қоямыз да начать моделирование дейтін болсақ, мінекей бізде 5 вольтқа жетер-жетпес тоқ кеп тұр, сол кезде жанып тұр, 0 вольт болған кезде өшеді. Окей, барлығы түсінікті. Тоқ келген кезде жанады, 5 вольт келіп тұр, бірақ кедергі одағы амперді қысқарту арқылы бізге қажетті тоқ барып тұр. Бүгінге сабақты аяқтасақ та болады. Келесі сабақтан бастап біз программалау негіздерімен танысамыз. Сіздермен бірге болған Есенбек Құрбан. Видеода түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийге қалдырыңыздар. Міндетті түрде біліп жатсақ жауап береміз. Келесі сабақты жүзгенше сау саламатта болыңыздар.